Бисмиллах. Алланың атымен бастаймын. Қара сөздер Абай Құнанбаев. Бірінші сөз. Бұл жасқа келгенше жақсы өткіздік пе, жаман өткіздік пе? Әйтеуір бір талай өмірімізді өткіздік. Алыстық, жұлыстық, айтыстық, тартыстық. Әурешілікті көре-көре келдік. Енді жер ортасы жасқа келдік. Қажыдық, жалықтық. Қылып жүрген ісіміздің баянсызын, байлаусызын көрдік. Бәрі қуыршылық екенін білдік. Ал енді қалған өмірімізді қайтып не қылып өткіземіз? Соны таба алмай өзімде қайранмын. Ел бағу? Жоқ. Елге бағым жоқ. Бағусыз дертке ұшырайтын деген кісі бақпаса, не албыртқан, көңілі басылмаған жастар бағамын демесе, бізді Құдай сақтасын. Мал бағу? Жоқ, мал баға алмаймын. Балалар өздеріне керегенше өздері бағар. Енді қартайғанда қызығын өзін түгел көре алмай тұғын, ұры, залым, тілемсектердің азығын бағып беремін деп, қалған азғана өмірімді қорғылар жайым жоқ. Ғылым бағу? Жоқ. Ғылым бағарға да ғылым сөзін сөйлесер адам жоқ. Білгеніңді кімге үйретесің, білмегеніңді кімнен сұрарсың? Елсіз күнсізде кездемені жайып салып, қолына кезін алып, отырғанның не пайдасы бар? Мұндасып шер тарқатсар кісі болмаған соң, ғылым өзі бір тез қартайтатығын күйік. Софылық қылып дін бағу? Жоқ, ол да болмайды. Одан да тыныштық керек. Не көңілде, не көрген күнінде бір тыныштық жоқ. Осы елге, осы жерде не қылған софылық? Балаларды бағу? Жоқ, баға алмаймын. Бағар едім, қалайша бағудың мәнісін де білмеймін. Не болсын деп бағам? Қай елге қосайын? Қай қарекетке қосайын? Балалардың өзіне ілгері өмірінің, білімінің пайдасын тыныштықпен керерлік орын тапқаным жоқ. Қайда бар, не қыл дерімді біле алмай отырмын. Не бол деп бағам? Оны да ермек қыла алмадым. Ақыры ойладым, осы ойыма келген нәрселерді қағазға жаза берейін. Ақ қағаз бен қара сияны ермек қылайын. Кімде-кім ішінен керекті сөз тапса, жазып алсын. Я оқысын, керегі жоқ десе, өз сөзім өзімдікі дедім де, ақыры осыған байладым. Енді мұнан басқа ешбір жұмысым жоқ. Екінші сөз. Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе, күлуші еді. Иненді ұрайын, кең қолтық, шілдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп қамыс артқан, ботадан қорыққан, көз көргенде әке-үке десіп, шығып кетсе қызым боқтасқан. Сарт-сұрт деген осы деп, ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десенші, түкке ыңғай келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр бас орыс деп. Орыс ойына келгенін қылады деген, не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ей, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант ұрған, жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім.
Енді қарап тұрсам, сарттың екпегені егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагердің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, бірі менен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малынды кірлеп, сол айдап кетіп тұрды. Сол малды сол айдап кетіп тұрды ғой. Әке балаға қимайтұғын малынды кірелеп, сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған сонда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда, медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат, әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнін шақшы, аяғын білән пышыратырға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін бірі қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы күні құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуған, күлген сөздеріміз қайда? Үшінші сөз. Қазақтың бірінің біріне қаскүнем болмағанын, бірінің тілеуін бірі тілеспей тұғынын. Рас сөзі аз болатұғынын, қызметке таласқыш болатұғынын, өздерінің жалқау болатұғынын. Себебі не? Хәммә ғаламға белгілі данышпандар әлдеқашан байқаған. Әрбір жалқау кісі қорқақ, қайратсыз тартады. Әрбір қайратсыз қорқақ мақтаншақ келеді. Әрбір мақтаншақ қорқақ ақылсыз надан келеді. Әрбір ақылсыз надан арсыз келеді. Әрбір арсыз жалқаудан сұрамсақ, өзі тойымсыз, өнерсіз, ешкімге достығы жоқ жандар шығады. Мұның бәрі төрт аяқты малды көбейтеміннен басқа ойынның жоқтығынан. Өзге егін, сауда, өнер, ғылым, солар секілді нәрселерге салынса, бұлай болмас еді. Әрбір мал іздеген малым көп болса, өзімдікі де, балаларым да малды болса екен дейді. Ол мал көбейсе, малшыларға бақтырмақ, өздері етке, қымызға тойып, сұлуды жайлап, жүйрікті байлап отырмақ. Қыстауы тарлық қылса, арызы жеткендік, сыйы өткендік, байлық қызметінен біреудің қыстауын сатып алмақ, ептеп алмақ, тартып алмақ. Ол қыстауынан айырылған және біреуге тиіспек, я болмаса орынсыздығынан елден кетпек. Әр қазақтың ойы осы. Осылар біріне бірі достық ойлай алама? Кедей көп болса, ақысы кем болар еді. Малдан айырылғандар көбейсе, қыстауы босар еді деп, мен ананы кедей болса екен деп, ол мені кедей болса екен деп, әуелі ішімізден қас сағындық. Әрі беріден соң сыртымызға шықты. Жауластық, дауластық, партияластық. Осындай қастарға сөзім өтімді болсын, және де ептеп мал жиюға күшім
жетімді болсын деп қызметке болыстық, билікке таластық. Сонан соң не момынның баласы бөтен жаққа шығып, еңбек қылып, мал іздемейді, егін сауданың керегі жоқ болады. Өз басын өзі осындай таспенен кісі көбейтеміз деп партия жиғандардың бүгін біреуіне, ертең біреуіне кезекпен сатада жүреді. Ұрылар тыйылмайды. Ел тыныш болса, оның ұрлығын ешкім сүйемес еді. Ел екі жары болған соң, кім ант ішіп ақтап, арамдығын жақтап, сүйеймін десе, соған жақ болып сүйеніп, бұрынғыдан ұрлығын әлдененше есе арттырады. Елдегі жақсы адамдардың бәрінің үстінен бекер, өтірік, шапты, талады деген әртүрлі уголовный іс көрсетіп арыз береді. Оған дознание, тергеу шығарады. Өтірік көрмегенін көрдім деуші куәлар да әлдеқашан дайындап қойылған. Бағанағы жақсы адам сайлауға жарамас үшін. Ол адам басын құтқармақ үшін жамандарға жалынса, оның да адамдығының кеткені. Егер жалынбаса, тергеулі, сотты адам болып, ешбір қызметке жарамай, басы қатерге түсіп өткені. Ол болыс болғандар өзі қулық, арамдықпенен болыстыққа жеткен соң, момынды қадірлемейді. Өзіндей арам қуларды қадірлейді. Өзіме дос болып, жәрдемім тиеді деп, егер қас болса, бір түрлі өзіме де залал жасауға қолынан келеді деп. Осы күнде қазақ ішінде ісі білмес, кісі білер деген мақал шықты. Оның мәнісі ісінің түзілігінен жетпессің, кісінің амалшы, айлалығынан жетерсің деген сөз. 3 жылға болыс сайланады. Әуелгі жылы сені біз сайламадық ба деп елдің бұлдырағандығымен күн өтеді. Екінші жылы кандидатпенен аңдысып күн өтеді. Үшінші жылы сайлауға жақындап қалып, тағы болыс болып қалуға болар ма екен деп күн өтеді. Енді несі қалды? Осы қазақ халқының осындай бұзықшылыққа тартып, жылдан жылға төмендеп бара жатқанын көрген соң, менің ойыма келеді. Халықтың болыстыққа сайлаймын деген кісісі пәлен қадірлі орысша образование болған кісі болсын. Егерде орталарында ондай кісісі жоқ болса, яки бар болса да сайламаса, өзіне начальник пенен военный губернатордың назначениесімен болады десе, бұл халыққа бек пайдалы болар еді. Оның себебі, әуелі қызмет құмар қазақ балаларына образование беруге ол да пайдалы іс. Екінші, назначениемен болған болыстар халыққа міндетті болмас еді. Ұлықтарға міндетті болар еді. Және назначение қылғанда тергеуі, сұрауы барлығына қарамаса, өтірік арыз берушілер азаяр еді. Бәлки жоғалар еді. Және әрбір болыс елде старшина басы бір би сайлағандық. Бұл халыққа көп залал болғандығы көрініп, сыналып білінді. Бұл билік деген біздің қазақ ішінде әрбір сайланған кісінің қолынан келмейді. Бұған бұрынғы Қасым ханның қасқа жолын, Есім ханның ескі жолын, Әз Тәуке ханның Күлтөбенің басындағы күнде кеңес болғанда жеті жарғысын білмек керек. Ол ескі сөздердің қайсы заман өзгергендікпенен ескіріп, бұл жаны заманға келіспей тұғын болса, оның орнына татымды толық билік шығарып, төлеу саларға жарарлық кісі болса керек еді. Ондай кісі аз, яки тіпті жоқ. Бұрынғы қазақ жайын жақсы білген адамдар айтыпты. Би екеу болса, дау төртеу болады.
Оның мәнісі тақ болмаса, жұп билер таласып дау көбейте береді дегенмен айтылған сөз. Өйтіп би көбейткенше әрбір болыс елден толымды, білімді үш-ақ кісі билікке жыл кесілмей сайланса, олар түссе жаманшылға әшкере білінгендікпенен түссе, әйтпесе түспесе. Ол билерге даугер адамдар қалмай, екеуі екі кісіні билікке таңдап алып, үстіне біреуді посредникке сайлап алып, біте берсе, егер оған да ынтымақтаса алмаса, бағанағы үш бидің біреуін алып, яки жеребемен сайлап алып жүгінсе, сонда дау замай бітім болар еді. Төртінші сөз. Әрбір байқаған адам білсе керек. Күлкі өзі бір мастық екенін. Әрбір мас кісіден ғафил көп өтетұғынын да. Әрбір мастың сөйлеген кезінде бас ауыртатұғынын. Бұлай болғанда күлкіге салынған кісі не шаруадан, не ақылдан, не бір ұят келерлік істен құр, ғафил көп өткізіп отырса керек. Осындай ғафилдық көп өткізіп өлмеген кісінің не дүниеде, не ақыретте басы бір ауырмай қалмаса керек. Әрбір уайым қайғы ойлағыш кісі не дүние шаруасына, не ақырет шаруасына өзгеден жинақырақ болса керек. Әрбір жинақылықтың түбі кінәш болса керек. Енді олай болғанда, үнемі уайым қайғымен жүре аламыз ба? Үнемі күлмей жүруге жан шыдай ма екен? Жоқ, мен үнемі уайым қайғыменен бол демеймін. Уайым қайғысыздығына уайым қайғы қыл дағы. Сол уайым қайғысыздықтан құтыларлық орынды харекет табу керек, һәм қылу керек. Әрбір орынды харекет өзі де уайым қайғыны азайтады. Орынсыз күлкіменен азайтпа, орынды харекетпен азайт. Шығар есігін табалмай, уайым қайғының ішіне кіріп алып, қамалып қалмақ, ол өзі де бір антұрғандық. Және әрбір жаман кісінің қылығына күлсен, оған рахаттанып күлме. Ыза болғаннан күл. Ызалы күлкі өзі де қайғы. Ондай күлкіге үнемі өзінде салынбасын. Әрбір жақсы адамның жақсылық тапқанына рахаттанып күлсен, оның жақсылығынан тапқандығын ғибрат көріп күл. Әрбір ғибрат алмақтың өзі де мастыққа жібермей, уақытымен тоқтатады. Көп күлкінің бәрінде мақтағаным жоқ. Оның ішінде бір күлкі бар-ау. Құдай жаратқан орнымен іштен, көкіректен, жүректен келмейді. Қолдан жасап, сыртыменен бет-ауын түзеп, бай-бай күлкінің әнін сәндеп, әдемішілік үшін күлетін бояма күлкі. Адам баласы жылап туады, кейіп өледі. Екі ортада бұ дүниенің рахатын қайда екенін білмей, бірін-бірі аңдып, біріне бірі мақтанып, есіл өмірді ескерусіз, босқа, жарамсыз қылықпен қор етіп өткізеді де, таусылған күнде бір күндік өмірді бар малына сатып алуға таба алмайды. Қулық саумақ көз сүзіп тіленіп, адам саумақ өнерсіз ит дінісі. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратына сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсан, қара жерде береді, құр тастамайды. Бесінші сөз. Көкірек толған қайғы кісінің өзіне де билетпейді. Бойды шымырлатып, буынды құртып, я көзден жас болып ағады, я тілден сөз болып ағады.
Қазақтар, Құдай, жас баладай қайғысыз қыла көр деп тілек тілегенін өзім көрдім. Онысы жас баладан гөрі өзі есті кісі болып, ескермес нәрсесі жоқсып, қайғылы кісі болған сығаны. Қайғысы не десен, мақалдарынан танырсың. Әуелі, түстік өмірім болса, күндік мал жи. Өзіңде жоқ болса, әкене де жат. Мал адамның бауыр еті. Малдының беті жарық, малсыздың беті шарық. Ер азығы мен бөрі азығы жолда. Ердің малы елде, еріккенде қолда. Берген перде бұзар, алаған қолым береген. Мал тапқан ердің жазығы жоқ. Байдан үмітсіз, Құдайдан үмітсіз. Қарның ашса, қаралы үйге шап. Қайраны жоқ көлден без, қайыры жоқ елден без, деген осындай сөздері көп, есепсіз толып жатыр. Бұл мақалдардан не шықты? Мағлұм болды. Қазақ тыныштық үшін, ғылым үшін, білім үшін, әділет үшін қам жемейді екен. Мал үшін қам жейді екен. Бірақ ол малды қалайша табуды білмейді екен. Бар білгені малдыларды алдап алмақ, яки мақтап алмақ екен. Бермесе онымен жауласпақ екен. Малды болса әкесін жаулауды да ұят көрмейді екен. Әйтеуір ұрлық, қулық, сұмдық, тіленшілік, соған ұқсаған қылықтың қайсысын болса да қылып жүріп, мал тапса жазалы демесек керек. Бұлардың жас баланың ақылынан несі артық? Бірақ жас бала қызыл ошақтан қорқушы еді, бұлар тозақтан да қорықпайды екен. Жас бала ұялса, жерге ене жаздаушы еді, бұлар неден болса да ұялмайды екен. Сол ма артылғаны? Қолымыздағыны үлестіріп талатпасақ, біз де өзіндей болмасақ, безеді екен. Іздеген еліміз сол ма? Осымен 5 қара сөз тәмам.